Көжектер. Бір күні үрпек пен үркек достары Қоңыртайды серуенге шақырмақ болады. Ерке қонжықтың үйі алыста. Сондықтан көжектер оған әуе шарымен ұшып баратын болды. Ой, үркек, біреу жылап жатыр ғой. Қоңыртай емес пе екен? Қоңыртай. Саған не болды, достым? Аралар шақты. Аралар? Қайдағы аралар? Үлкен емендегі бал аралары. Түсінікті. Сен балалам деп, аралардың ұясын бұзғансың ғой. Иә, оларда бал көп. Аздап қана алайын деп едім. Ал рұқсат сұрадың ба? Жоқ. Сен жата тұр. Біз қазір олардан бал алып қайтып келеміз. Бармаңдар. Олар сендерді де шағады. Шақпайды. Біз олардың ұясына рұқсатсыз бас сұқпаймыз. Балдарыңыз жақсы жиналып жатыр ма? Қоңыртай ұяларыңызға сұраусыз кіріп кетіпті. Досымыз үшін кешірім сұрауға келдік. Ол сазайын тартты, бірақ енді ауырып, жылап отыр. Досымызды жұбату үшін сіздерден аз ғана бал сұрайық деп келдік. Өтінеміз. Рахмет сіздерге, аралар! Енді бал жегің келсе, алдымен аралардан рұқсат сұра. Мен мұны енді ешқашанда ұмытпаймын. Осылайша көжектер қонжықты жұбатып қана қоймай, оған әдептілік үлгісін де көрсетті.